Баршаңызға сәлем, сіздер мен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын KFC-дегі осындай тауық қанаттарын жасап үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен тауық қанаттарын тазалап жуып аламыз және видеода көрсетілгендей артық жерін алып, бірдей осындай екі бөліктерге бөліп, бір ыдысқа салып алатын боламыз. Өкінішке орай осы жерде видеоға түспей қалған тағы да бір элемент бар. Тауық қанаттарын осылай дайындап алғаннан кейін жүзі өткір емес, яғни кішкентай ғана пышақпен тауық қанаттарын ортасынан бір тесіп, оның ішіне маринад кіретіндей етіп жасауымыз керек. Сол кезде біздің сұйық маринадымыз тауық қанаттарының ішіне де сіңіп, өте сочный, дәмді болып шығады. Тауық қанаттарын дайындап алғаннан кейін енді специяларды қосамыз. Тұз, паприка, құрғақ сарымсақ және осы жерде бір шай қасық қызыл бұрыш қосып жіберсеңіздер болады, егер ащы болғанын қаласаңыздар. Және соңында суды осылай батып тұратындай етіп құйып, шамамен 2 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Сол 2 сағатта біздің маринадымыз тауық қанаттарына сіңіп, өте сочный болып тұрады. Енді кляр жасап алатын боламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға паприканы қосып араластырамыз. Қызыл бұрышты осы клярға не болмаса маринадқа қоссаңыздар болады. Екеуінің біреуіне қосасыздар. Ал егер қатты ащы болғанын қаласаңыздар, екеуіне бөліп салсаңыздар болады. Біздің маринадымыз 2 сағаттай тұрды. Енді оны біздің клярымызға саламыз және ұнмен ауната отырып, електен өткізіп аламыз және одан кейін салқын суға салып, тағы да араластырып жібереміз және судан алып, қайтадан ұннан жасалған клярымызға салатын боламыз. Және содан кейін ғана қызып тұрған майға екі жағын қызартып пісіретін боламыз. Видеоны мұқият және соңына дейін қараңыздар, сіздерге барлығы түсінікті деген ойдамын. Достар, дәл осы жерде сіздерге өзімнің YouTube каналымды ұсынамын. Каналымда көптеген сіздерге қажетті пайдалы рецепттер бар. Кіріп көріңіздер және міндетті түрде жасап, нәтижесімен комментарий бөлімінде бөлісе отырыңыздар. Егер видеоларым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Табаға май құйып, алдын ала қыздырып қойдық. Кейін қызған майға біздің дайын тауық қанаттарын салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Оттың астын өте қатты қоюға болмайды, яғни іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта, қатты баяуда емес, орташа отта дәл осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бірден жеуге кеңес беремін, себебі сырты қытырлақ, дәл KFC-дағы тауық қанаттары сияқты болып тұрады, ал суығаннан кейін ол сырты жұмсарып кетеді және дәмі де кішкене өзгеретін болады. Сол үшін міндетті түрде піскеннен кейін дастарханға ұсына беріңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер, рецепт сіздерге ұнады деген сенімдемін. Ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және баршаңызға ас болсын.